Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз бүгін профессионал порталында өзіміз туралы ақпаратты толықтырып, профиль бөлімін ол үшін біз ең алдымен авторизация батырмасын басып, сайтқа кіруіміз қажет. Бұл жерде сіз өзіңіздің логиніңізді және құпия сөзді жазасыз. Кіргеннен соң сіз бағыт батырмасын басып, өзіңіздің профиліңізді көре аласыз. Бұл бағытта біз туралы барлық ақпараттар жазылады. Астына түсіріп, профильді өзгерту батырмасын басамыз. Профильді өзгерту батырмасын басқаннан кейін пайдаланушы профилін өзгертуге, ақпаратты толықтыруға болатын терезе ашылады. Бұл жерде біз өзіміздің туған күнімізді енгіземіз. Қолмен немесе күнтізбенің батырмасын басып, туған күнімізді енгізе аламыз. Елді мекенді таңдағаннан кейін біз бұл жерде көшенің атын ғана және үйдің атын ғана жаза аламыз. Білім жоғарғы, лауазымы ұстаз. Сабақ оқыту бөлімінде біз өзімізге қай пәннен сабақ береміз, сол бойынша өзімізді көрсетеміз. Егер бір пәннен сабақ беретін болсақ, бір пәнді таңдаймыз. Ал егер 3-4 пәннен сабақ беретін болсақ, онда Ctrl-ды басып, сол пәндерді белгілейміз. Мен бір пәннен сабақ берем. Мен бір пәнді таңдаймын. Педагогикалық стаж. Бұл жерде педагогикалық өкілімізді көрсетеміз. Атқаратын лауазым өтіліне қоямыз. Көрсетеміз. Білім беру ұйымдарының түрі таңдаймыз. Білім беру ұйымдарының атаулары бұл жерде автомат. Өзіміздің білім беру мекемемізді таңдап аламыз. Санатымызды көрсетеміз. Ғылыми немесе академиялық дәрежемізді көрсетеміз. Мұғалімдік әдістемелік проблемамыз жазуға болады. Деңгейлік курстар оқыған туралы сертификатты көрсетуге болады. Бағдарламаның деңгейін 1-ші, 2-ші, 3-ші. Телефонымызды жазамыз. Және ұялы телефонымызды жазамыз. Және осыдан кейін толтырып болғаннан соң жіберу батырмасын басамыз. Егер барлығы дұрыс болатын болса, пішін сақталды деген хабарлама шығады. Осымен біздің профильді өзгерту жұмысы бойынша видеомыз аяқталды.